Индустриализации в Актау появилось первое в стране предприятие, специализирующееся на производстве дорожного битума. Итак, на прямой связи Актау, вы в эфире. Уважаемый Нурсултан Абишевич, сегодня очень важный момент не только для заводчан и жителей Мангистауской области, но и для всей страны. Наш завод сможет практически полностью обеспечить потребность дорожно-строительной отрасли в битуме. Это совместный проект национальной компании «Казмунайгаз» и китайской компании «Сити Групп». Уважаемый Нурсултан Абишевич, позвольте передать слово рабочему предприятию Абылхайыру Байпакову. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, бұл біз үшін орны ерекше маңызды оқиға. Өйткені битум зауытына жас мамандар жұмысқа көптеп тартылуда. Бұл біздің ертеңге деген, жарқын болашаққа деген сенімімізді арттырды. Біз осы зауытта жұмыс жасау үшін арнайы Қазақстанда және шетелде өндірістік тәжірибеден өттік. Біздің зауытымыз үздік заманауи технологиялармен жабдықталған, қоршаған ортаға ешқандай зиянды қалдық таратпайтын экологиялық таза өнеркәсіп. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, жаңа өндірісті Ақтау битум зауытын іске қосуға рұқсат етіңіз. Баршаларыңызды шын жүрегіммен құттықтаймын. Осы завод салынуына мен бірнеше рет Қытай Халық Республиканың басшыларымен келіссөздер жүргіздім. Оңай болған жоқ. Ситих компаниясына да рахметімізді айтайық. Мен өткен себебім, біз жолға салатын битумды Ресейден, Башқириядан, басқа жерден әкеліп сатып алып жүрдік. Өзімізде барлық шикізат бар, өзімізде асфальт жоқ. Мінекей енді өзіміздің битум арқылы, өзіміздің салынып атқан мыңдаған шақырым жолдарымыз өзіміздің битумменен қамтамасыз етілетін болады. Бұл үлкен қуанышты жағдай. Баршаларыңызды мен құттықтаймын заводтың іске қосылуыменен. Барлықтарың жұмыс орнын алдыңыздар, мінекей елге үлкен пайда түсетін болды. Рахмет, іске қосыңыздар.